Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламуалейкум, құрметті жамағат. Біздер осыған дейін Бақара сүресінің әр 5 намазында бір аяттан жеткізуге тырысып жатырмыз. Бүгінгі аят Бақара сүресінің 75-ші аяты жөнінде болмақ. Бұл аят пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Мединаға қоныс аударған шағында сол уақытта түседі. Бұл аят пайғамбарымызға және сахабаларына қатысты болады. Аңсарлар сол Медина қаласындағы Бани Исраил қауымы, яғни яһудилердің исламды қабылдағанын қалайды. Осы исламға шақыру мақсатында дағуат жасайды. Міне, осы кезде Бақара сүресінің 75-ші аяты түседі екен. Бұл аятта Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Афататма'уна ан ю'мину лакум ва қад кана фариқун минхум ясма'уна каламаллах thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Садақаллахул азим. Шынымен-ақ оларды иман келтіреді деп үміттенесіңдер ме? Олардың ішінде Алланың ақиқат сөзін, мағынасын біле тұра қасақана өзгертетіндер бар еді дейді. Бұл жерде, құрметті жамағат, Мұса алейхиссаламға Алла тағаладан түскен Тәурат жөнінде айтып отыр. Яғни Бани Исраил қауымы осыған дейін Мұса пайғамбардың Алла тағала тарапынан көрсетілген елші екендігін, мұғжизаларын көре тұрып, бірақ ақиқатты қабылдамаған болатын. Енді Медина қаласындағы Бани Исраил қауымы, яғни яһудилердің де солардың ұрпақтары ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның исламға шақыруын қабылдамағанына байланысты пайғамбарымызды қынжылмауға шақырады. Яғни олардың исламға келмеуі олардың бабаларынан келе жатқан бір дәстүр сияқты қалып қойған еді. Және де Тауратта айтып отқаны, Тауратта Алла тағаланың сөзін біле тұра қасақана арасында өзгертетіндері де болған екен жамағат. Енді біз білеміз, пайғамбарымыз және сахабалары дінді жаюға барынша бар күш-жігерін арнаған болатын. Алла тағала кімді тура жалға салатын болса, оны ешкім адастыра алмайтындығын білеміз. Ал егер кімді Алла тағала адастыратын болса, оны ешкім тура жолға сала алмайды екен жамағат. Міне, сондықтан да Алла тағала осы аятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды дінді қабылдамағандығы үшін қынжылмауға шақырады екен. Алла тағала баршамызды қасиетті Құранды оқып, оны түсініп, оған амал етулеріміз нәсіп етсін. Ва ахиру дағуана анилхамдулиллахи раббил аламин.